Барлықтарыңызға сәлем, құрметті достар. Бұл видеода сарымсақтың пайдасы туралы айтатын боламыз. Бұл видео сізге пайдалы болады деп үміттенемін. Алдымен каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Және де видеоны соңына дейін көреміз. Ал ендеше кеттік. Сарымсақтың бойында тұнып жатқан керемет қасиеттердің көпшілігі баяғы замандардан бері белгілі. Мысырда атақты пирамидалар салынып жатқан қиын кезеңде сарымсақтың көмегі ұшан-теңіз болған екен. Яғни сарымсақты көптеп пайдалану арқылы жан-жақта әкелінген құлдардың арасында болатын жұқпалы індеттердің өршуіне тосқауыл қойылған. Ежелгі Грекия мен Римде де оның емдік қасиеттері жоғары бағаланған көрінеді. Сарымсақ дегенді естісек, ең алдымен оның өзін елестетуден бұрын иісі мұрнымызға келіп үлгереді. Жағымсыз иісіне бола оны тек жеп көріп те жатамыз. Мұнымен мүлде қате, өйткені сарымсақтың біз біле білмейтін талай кереметтері бар. Сондай-ақ сарымсақ асқазан ішек жолының қызметіне жағымды әсер етеді. Ас қорытуды жақсартады, қимыл қозғалыс белсенділігін қалыпқа келтіреді. Бауырыңызды қорғап, өтті айдайды. Асқазан ішек жолында кездесетін ауру тудырғыш бактериялардың өсуін тежеп, жағымды ішек флорасының дамуын ретке келтіреді. Оның ішек паразиттеріне, майда саңырауқұлақтарға әсері де зор. Сарымсақтың жиі пайдаланып отыру асқазан мен ішек қатерлі ісігінің алдын алады деп есептеледі. Сарымсақ тек науқас адамдарға ғана емес, дені сау адамдарға да керек. Сарымсақтың құрамында селен, германий, магний және тағы басқа көптеген микроэлементтер, амин қышқылдары, А, Б, С дәрумендері, калий, фосфор, кальций элементтері, темір, хлор, ақуыз бар. Осылардың барлығы қосылып келіп сарымсаққа кереметтей емдік қасиет береді. Видеоның соңына дейін қараған үшін рахмет.